Alhamdulillah, assalatu assalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli dostlar, bugungi kunda mаңызды болған WhatsApp'ta болсын, YouTube'da болсын, TikTok'ta болсын, переводчик мәселесі болып отыр қазір. Мен сіздерге қазір көрсетіп өтіп кетейін, қалай переводтап Google'дың көмегісіз сіздерге көрсетейін болады. Ол үшін маған тіркеліп кетіңіздер, мына видеоды лайк басып, достарыңызға бөлісіп отырыңыздар. Осы видео 5000 лайктан асыратын болса, лайкты мен сіздерге одан да керемет нәрселер шығарып беретін боламын, иншалла. Кеттік, онда біз көрсетейік. Ешқандай программа тартпайсыз ешқай жерден. Тек Android телефондарда болады. Ол Redmi болсын, Samsung болсын, Xiaomi болсын, Poco болсын, соларда болады. Vivo барлығында болады. Android'тың барлығында сөздің қысқасы. Тіркеліп кетіңіздер. Оған ешқандай программа тартпайсыздар. Google'дан перевод істемейсіздер оны. Любой мессенджерде отырып, өзінде отырып, перевод жасап жазып отыра бересіздер. Мысалға, Pinduoduo болсын, басқада болсын, жаза бересіздер. Ал кеттік, онда біз ендеше бастайық. Сіздер тіркеліп, лайк басып қойған болсаңыздар, бисмиллах деп бастайық. Мысалға, YouTube-қа кіретін болсақ, YouTube, мысалға, мына видеоның астына жазамыз. Өте керемет деп. Ол үшін мына жерде сіздерді білмеймін, Xiaomi'да мына жерде 4 туш болады. Қарасаңыздар төрде шығады. Одан кейін перевод деген болады мына жерде. Кейбіреулерде қосылмаған болады, қосып қойсаңыздар болады. Енді қосылып тұр, дайын тұр. Мынаны қазақ тіліне қоямыз. Қазақ тілі, ағылшынша тілі. Жарайсыңдар. Окей, евреной деп жазып бердім. Жоғарыда көріп тұрсыздар, автоматты түрде перевод жасап береді. Осылай істей бересіз. Мысалға дейілік, Pinduoduo'ға кіреміз енді. Pinduoduo'ға кіреміз. Сіздерге енді ең маңызды нәрсе ғой енді, әйелдер үшін, қыздар үшін Pinduoduo'дан заказ етіп, товар заказ етіп жүресіздер, енді оны білеміз. Қараңыздар, Pinduoduo'ға кіреміз. Pinduoduo, мысалға 256 гигабайт флешка көрген едік бағана. Енді бұған сұраймыз, қанша теңге деп Қытайға. Бүйтіп басамыздан 4 тушты. Перевод, аударма шығарып, нерге? Дәстүрлі Қытай тілін қойып қоямыз нерге? Қытай тілі дәстүрлі. Мысалға, сәлем деп жазамыз. Сәлем. Кет. Ол бізге жазды енді, нелерді бір нәрселер жазды ғой енді. Флеш-карта қанша тұрады деп жазам. Флеш-карта неше юан кетті. Примерно, да? Енді сіздердің қадірменді болған Pinduoduo 1688 деген сияқтылар ғой енді, озам. Мысалға, сіз орысшаны білмейсіз. Бір орыстың сайтына кіріп алдыңыз, оған да туырсын ғой. Қай жерден көрсетіп берсем болады сізге екен.
Мисалга Instagram'a кіреміз. Біздің Instagram каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ақсүйкент реклама деген. Жақында ашқан едік. 859 подписчик болыпты. 923-не тіркеліп қойыппыз. Мыняқта тағы сонша каналымыз бар. Міне смотра Ақсүйкент, смотра Шымкент, Realtor 112 біздің парақшамыз, работа Ақсүйкент, ол да біздің парақшамыз. Өте дамып келе жатқан парақшаларымыз бұлар. Солай. Алға бір орыс қыздар шыға ма десем шықпай жатыр мына жерде. Хиливи дейді. Америка избил мужчину с одной. Міне сіздерге мысалға установка керек делік. Бүйтіп жазамыз. Установка қанша теңге деп жазамыз орысшалап. Ана орыс тіліне қойып аламыз. Бұл установка қанша теңге? Қанша бағасы деп жазамыз. Құрметті оқушылар. Сколько стоит эта машина? Отправим. Все. Ешқандай қиын жайы жоқ. Арабпен де жазсаң да, орыспен де жазсаң да, ағылшынмен жазсаң да осылай кете береді. Ешқандай бағдарлама орнатпайсыздар. Ешқандай ешнәрсе орнатпайсыздар. Келесі жолы мен сіздерге Google-дан аккаунт ашуды үйретемін. Сіздерге тағы нелер керек? Комментарияға жазыңыздар. 5000 лайк болған кезде мен сіздерге Google-дан аккаунт ашып, оны YouTube арнасына қалай тіркеу керек екенін үйретіп кетемін. Сау болыңыздар, сау сәлеметте болыңыздар. Көргенде көріскенше. Менің жазылушы подписчиктерім аман болыңыздар, ауырмаңыздар.